Әдемі көйлегімді киіп алып, отбасымды бүгін кешкі асқа қандай тағаммен таңғалдырсам екен деп холодильнигімді ашсам, маған тауық еті қарап тұр екен. Тауық етімді мана шығарып кеткен болатынмын, жебіп тұр. Енді оны көбіктеп турай бастадым. Не тағам жасарымды әлі білмей тұрмын. Бір кезде есіме түсіп кетті. 2 ас қасық қаймақ, томат, паприка, тауық етіне арналған специя мен терияки соусы болған. Соның барлығын араластырып, сұйық майды қосып араластырып, барлығын осы соусқа салып, еттерімді араластырып қойдым. Екінші ыдысыма картошкалардың барлығын осылай домалақтап кесіп шықтым. Енді қыздар, өте керемет ерекше тағам дайындайын деп тұрмын. Картопты тұздап, оның үстіне паприка мен кішкене тағы да специя қоссаңыздар болады. Кішкене сұйық май құйып араластыратын боламыз. Духовкаңызды алдын ала қыздырып қоя беріңіздер. Өте оңай жасалатын ерекше тағам. Күндегі ингредиенттермен жасайсыздар, бірақ ерекше үлгіде ұсынасыздар. Картоптарды дізіп шықтым. Оның үстіне енді бізге осындай қызыл, жасыл әртүрлі сладкий перецтер қажет болады. Жан-жағын алып тастап, оны үлкендеу көбік етіп кесіп алатын боламыз. Перецтердің барлығын кесіп болғаннан кейін бізге осындай шпажкалар қажет болады. Шпажкаларыңыз болып жатса, тауық етін, одан кейін жаңағы сладкий перецтерді араластырып отыра, барлығын түйреп шығамыз. Қыздар, енді жаңа ғана есіме түсіп, ойда жоқта осы рецепт есіме түсіп жасап жатырмын. Өте бірақ дәмді шықты қыздар, және де отбасыма, әсіресе жолдасыма қатты ұнады. Балалар да, біздің балалар шашлык жегенді жақсы көреді негізі. Сіздер де жасап көріңіздер. 200 градуста духовкада 50 минут, 60 минуттай пісіріп аласыздар. Енді қасына қандай салат жасасам екен деп қарасам, капустам тұр екен. Капустам мен морковьтан бір оңай салат есіме түсіп кетті. Әрдайым егерде үйде ешқандай қымбат, жаңағы огурцы, помидорларыңыз даже ештеңе болмай жатқан кезде әйтеуір бір капуста қарап тұрады ғой холодильникте әрбіріңіздің. Осы салатта жасай қоюыңызға болады. Салатқа капуста, одан кейін теркіден өткізілген морковь қажет болады, және де чеснок, тұз татымына қарай, және де майонезбен араластыра қоясыздар. Кішкене укроп сепсеңіздер де болады. Өте дәмді шығады, мен жолдасымның сүйікті салатының бірі. Ал оған дейін менің тағамым да дайын болды. Міндетті түрде жасауларыңызға кеңес етемін. Өте керемет болып шығады, және де отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жұмсақ болып шығады енді қыздар. Және де қыздар, парақшам пайдалы, каналыма тіркеліп алыңыздар. Әрдайым қажетті, қызықты, ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Лайфхактармен, мастер-класстан алған рецепттермен барлығымен бөлісемін. Сол үшін жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Ал рецепті жасап көріңіз, ас болсын.